Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Эльмира. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте жұқа дәмді лаваш дайындайтын боламыз. Аяқ астынан донер жегіңіз келсе, немесе ашытқысыз нан жегіңіз келсе, осы рецептті жасап көруді ұсынамын, және де сақтап алуға кеңес беремін. Өте дәмді шығады. Дүкендегі лаваштардан дәмі 10 есе артық десем қателеспеймін. Ендеше қамырын жасауға көшеміз. Қамырын жасау үшін бізге бар болғаны 350 грамм ұн, 200 грамм қайнаған ыстық су, және де 1 шай қасық тұз қажет болады. Тұзды қайнаған суға ертіп аламыз, және де ыдысқа құйып, үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, шанышқымен араластырып, содан соң ыстық суымыз суығаннан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илеп шығаратын боламыз. Құрамы өте қарапайым заттардан жасалатын, әр үйден табылатын, жасалу жолы өте оңай. Сіз ойлағаннан да осындай қамыр илеп шығарамыз. Қамырымыз өте үлпілдек, қолға жабысқыш болып шығады. Үстіне сойық майды құйып, тағы да июі қанғанша қамырды илейміз. Және біз қамырымыз осындай жып-жылы, жұп-жұмсақ болып шығады. Қамырдың бетін жауып, қамырымыз толығымен суығанша қойып қоятын боламыз. Содан соң сізге нәтижесін көрсететін боламын. Қамырымыз шамамен жарты сағаттай бөлме температурасында тұрды, толығымен суыды, осындай жұп-жұмсақ, эластичный, созылмалы қамыр шықты. Енді оны сіздің табаңыздың өлшеміне қарай бөлшектерге бөлетін боламыз. Менің табамның өлшемі шамамен 26-28 сантиметр болғандықтан 8 бөлшекке бөлдім. Енді оны әрқайсысын осындай домалақша етіп қоятын боламыз. Содан соң қамырымызды жаямыз. Бөлшектерге бөлінген барлық қамырымызды тарелкаға салып, осындай ыдысқа барлығын салып болғаннан кейін пищевой пленкамен бетін жауып, шамамен 10 минутқа қалдыратын боламыз. Тағы да июі қануы керек. Содан соң ғана қамырымызды алып, біртіндеп ұн себе отырып, жақсылап қамырымызды өте жұқа етіп жаятын боламыз. Мен бұл қамырды табада пісіретін болғандықтан өлшемін кішірек етіп алдым. Егер сіз духовкада пісіргіңіз келсе, одан да үлкен лаваштың қамырын жасағыңыз келсе, өлшемін одан 2 есе үлкен етіп алсаңыз болады. Және де духовкада екі жағын аударып отырып пісіруіңізге болады. Жайылған өте жұқа қамырымызды табаға, құрғақ табаға ешқандай май құймастан осылай ақырындап салатын боламыз. Қамырдың бірінші беті екінші бетіне қарағанда ұзақ уақытта піседі. Шамамен 5 минуттай тексере отырып пісіру керек. Осындай шариктер шығады қамырдан. Сіз қолыңызбен аударып отырып, қарап отырып, асты күйіп кетпес үшін осылай жасауыңыз керек. Және де піскен уақытында екінші бетін аударып, екінші бетті шамамен 2 минуттай уақыт піседі. Піскен қамырларымыз қаттылау, қытырлақ болып шығады. Піскен лавашымызға су сеуіп, үстіне немесе кисточкамен су жағып, үстін фольгамен немесе пищевой пленкамен жақсылап орап, үстіне тағы да сүлгі жауып, қымтап, шамамен жарты сағаттай қойып қоямыз. Бұл қоюымыздың себебі қамырымыз өте иілгіш, әдемі, сынбайтын болып шығады. Бізде осындай қамыр дайын болды. Қамырымызға енді донер жасасаңыз да болады, немесе осылай пайдалана берсеңіз болады. Піскен лавашты бөлме температурасында бетін ашып қалдыруға ешқашан болмайды. Ол лезде қатып қалуы мүмкін. Егер қатып қалған лавашыңыз болса, онда қысқа толқынды пеште шамамен 2-3 минутқа қойып қоятын болсаңыз, ол қайтадан иілгіш болып, осындай жұмсарып, сынбайтын болып шығады. Осы видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.